Qandты диабет адамдары өмір бойы инсулинді екіншісі бой өспей кеп кішкентай болады. Қанттың осындай аужайып бүкіл адамзаттың өмірінің осы деңгейде таралуына дүниені билеп отырған қант өндіруші алпауыттардың кінәсі деп ойлаймын. Әлем бойынша бұл адамзатқа уже апат әкеліп деуге болады. Апат деп түсіну керек қантты диабетті. 18-дегі қыз баланы терінің астындағы май бұл балаларға қарағанда көп болады. Не үшін? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымызда қант диабеті. Бүгін бізде эфирде Уатқан Сайфиұлы, медицина ғылымының докторы. Сәлеметсіздер ме? Осында бірінші типті жаман, бірақ ол инсулинді отырады. Инсулинді отырады өмір бойы. Ол тек қана ондай адамдарда тек қана инсулин ғана жеткіліксіз емес, одан басқа да көптеген жағдайлары болады оның. Сондықтан байқасаң, бірінші типтегі инсулин жетіспейтін, яғни қантты диабет адамдары өмір бойы инсулинді, екіншісі бой өспей қалады. Тап-тайпақ. Кіп кішкентай болады. Бірақ ми жақсы істеп тұрады. Инсулин болғаннан кейін енді ол миға глюкоза ғана пайдаланады ғой. Сол жерде жұмыс істейді. Бірақ жақсы емес нәтиже. Сондықтан Құдай сақтасын деу керек. Қазірден бастап, мәселен сендер мысалы, қазір қаншаға келдің? 27. 27, міне әлі 30-ға келген жоқсың. 30-ға келгеннен кейін 35-тен ары қарай өзіңнің тағам мәдениетіңді, тағамды тұтыну деңгейінде жақсылап режимге келтіріп ұстай бастау керек. Ол былай. Мәселен, 3 уақыт тамақты қалай жеуді бір арнаға түсірсең, аз жеуді, көп қимылдауды арнаға түсірсең, ол өзі әдет болып қалады. Мына асқазан деген нәрсе, ана машинаның балоны сияқты. Жел бермеген кезде құрысып тұрады, бере берсең, қаншалық берсең, жарылып кеткенше, ол желді қабылдай береді. Асқазаннан соң. Қаншалықты жесең, соншалықты кете береді, соншалық қарның аша береді. Ал жемей қойсаң, ана өз қалпына келеді дағы, осыншалық деңгейді жегенде ғана өзі әп-әдемі тоқтай қалады. Соған әдеттенген адам ары қарай көп семірмейді де, ары қарай үлкен проблема болмайды. Бірақ бір қате көзқарас бар. Диабет болған адам абсолютті тамақтан диетаға отыру бұл дұрыс емес. Бәрін жеу керек. Тәттінде ме? Жоқ, көмір суларды жемесең болмайды. Көмір сулар деген тәтті деген сөз. Мысалы, нанды жеу керек пе? Жеу керек. Бірақ ақ нанға қарағанда қара нан біраз қолайырақ болады. Сосын тары талқан деген сияқты. Осындай нәрселерді, олар да көмір су ғой. Көмір сулар, соларды жеуге болады. Майды жеу керек пе? Жеу керек. Онда қандай май? Жылқының еті, қазысынан күніне 1-2 күсөкті, 1-2 тілімді жеу. Қойдың етін жемеу керек деген сөзге мен келіспеймін, өз жеке басым. Бұл қойдың етін жесе болмайды деген ғылыми тұжырым жоқ. Кім айтты? Көрдің бе сен сондайды? Жоқ. Тек қана біз қазақи далбасалықпен қойдың етін жесе болмайды дей саламыз. Ал ондай емес, қойдың етін жеу керек. Себебі қазақтың дәстүрлі тағам мәдениеті мен қазақ емшілігінде, және шығыс емшілігінде қойдың еті ыстықтыққа жатады. Ыстық. Ол ыстық деген сөз біздің айтып отырған ыстық суық дегендегі мағына емес, ол бір термин. Ыстыққа жатады. Сондықтан қыста суық кездерде, немесе бір қатты тұмау тиіп, мұрның бырқылдап, аузыңнан сілекей ағып, көзің жасаурап, осындай болып ауырған кезде қойдың сүйек сорпасын қайнатып, майын алып тастырып ішсең, ол саған ыстықтық болады, жақсы болады. Осы сияқты нәрсе. Сондықтан ол ананы жеу керек, мынаны жеу керек деген дұрыс емес, жеу керек, бірақ оның балансы болу керек. Ең бастысы біздің дәріптейтініміз жемеу емес, жегендегі баланс. И қаншалық деңгейде қалуы. Жалпы қазірге дейінгі менің өзімнің үгіттеп жүргенім 100% тоятын деңгейіңнен 30% алып таста, 70% жесең болды жетеді. Соның ішіне май да болу керек, белок да болу керек, көмір сулар да болу керек. Сонымен бірге жақсы қимыл жасап, сол артық кірген энергияны шығарып тұру керек. Мысалы, қантты диабетте тамақты жемеу бауырға үлкен нагрузка келеді. Бауыр сырттан келген бөгде заттарды және эндогенді бөгде заттарды залалсыздандырудан сырт бауыр өзін өзі қорғау керек қой. Ол соншалық жұмыс істегеннен оның клеткалары
өте көп энергияны қажет етеді. Кейбір кезде де бауыр клеткаларының белгілі бір мөлшері өліп қалса мысалы, ал оны қайтадан жаңа клеткалар өсіп дайын, оны орын басып отыру керек деген сияқты. Мысалы, осындай жағдайларда бауырға өте ауыр нагрузка келген кезде, әрине, оны қалпына келтіретін материал болу керек. Ол не? Белок, май, жаңағы көмірсулар. Онсыз болмайды. Сосын қазір мысалы магазинге кірсек, ішінде жартысынан көбі осы тәтті заттар. Енді бұл да бір себеп болып отыр қант диабетін алып келуге. Қанттың осындай аужайып бүкіл адамзаттың өміріне осы деңгейде таралуына ең үлкен түрткі болған нарықтық экономика ғой. Нарықтық экономикадағы дүниені билеп отырған қант өндіруші алпауыттардың кінәсі деп ойлаймын мен. Олар 40-50 жыл осы жаңа ғасырдан бері қарай адамдарға қанттың қаншалықты зиянды екендігін айтпай келді ғой. Амал бар жасырып, амал бар ана ғылыми зерттеудің бағытын бұрып өстіп отырып бізді осы деңгейге келді. Бұл енді қазір әлем бойынша проблема. Әлем бойынша бұл адамзатқа уже апат әкелді деуге болады. Апат деп түсіну керек қантты диабетті. Олар үшін ол бір жылдық қанттың өндірілу мөлшері миллиардтаған, триллиондаған доллар ғой, ақша. Сондықтан ол сол пайдадан қағыс қалмау үшін саған амал бар, тортты жасайды, әртүрлі печеньяларды, балбауырсақтарды жасайды, әртүрлі қой енді жасамаған нәрселер жасап, көздің жауын алатын жарқыратып қойды. Әсіресе оны жастар тәтті нәрсені жақсы көреді ғой. Жас кезіңде тәтті нәрсені жеп құнықсаң, үлкейгенде оны қоймайтын боласың. Міне, олар мақсатына жетті ме, жетпеді ме? Әсіресе қыз балалар қантты, тәтті нәрсені көп жейді. Қыздар 18-дегі ұл мен 18-дегі бұл қыз баланы екеуін ұқсас тағаммен тағамдандырып 25-ке дейін бақылайтын болса, қыз баланың терінің астындағы май ұл балаларға қарағанда көп болады. Не үшін? Ол биологиялық даму процесіндегі бір қалыптасқан бір, былайша айтқанда, немен десек болады, бір функция. Себебі ол екінші бала көтеру керек қой. Бала көтерген кезде тағам сөзсіз жеткілікті болады деп кім айта алады? Сол үшін ол терінің астына қор жинайды, екінші құрсақтағы баланы жеткілікті деңгейдегі азықпен қамтамасыз ету үшін. Сондықтан да тәтті нәрсені көп жесе қыз балалар, ұл балалардың артық семіретін себебі сол. Ол майды тез жинайды. Міне олар енді қыз кезінде ғой жарайды дейді. Келіншек бала туған кезде де былай 1 метр, былай 1 метр болып, құйрығы деген тегенедей болып төңкеріліп жүрсе, ол енді сондай болды ғой әзір. Өз бір бала босанғаннан кейін келіншектердің барлығы өзі күйеуі қараудан ұялатын деңгейге келді ғой әзір. Тасырайып деген бұрынғы киген киімдерінің біреуі дегенмен қайтадан киім алып бересің. Жаңа нарықтық экономика, одан бөлек тағы да дәрілер өмір бойы пайдаланады ғой, қант диабетіне шалдыққандар. Бұл да пайда келіп отыр ғой фарм компанияларға. Енді бұл екінші жағы. Қантты диабетке шалдыққан адамдар дәрісіз өмір сүре алмайды. Бұл қазіргі принцип. Ал қант дәрісіз өмір сүре ме, сүрмей ме деген нәрсені нақтылы, шынымен соның артынан қуалап бүкіл халықтық деңгейде зерттеу жасаған зерттеулер бар ма екен? Меніңше жоқ. Себебі ол белгілі бір бағытта жұмыс істеп отырған нәрсе ғой. Сен өзің ойла, қантты диабетті емдейтін дәрілердің түрі, өтірік айтпаңыз, бір 40-50-ге баратын шығар. Ол қып-қызыл ақша ғой. Олар үшін қантты жеп, қантты диабет ауруына шалдыққандар жақсы ғой, алпауыттар үшін. Ақша алып келеді. Әрине, ол жерде миллиардтаған ақшаның айланымы жатыр ғой. Бұл қазіргі қоғамдағы ең үлкен тағам мәдениетінен адамзатқа әкелген ең үлкен бір трагедияның бірі осы. Жалпы қант диабеттен кейін сүру емес, қант диабетті емдейтін дәрін ойлап тауып ешкімнің қызығушылығында жоқ. Бұны мен қызығушылығында жоқ деп былай
айта алмаймын. Бірақ бұны жасауда керек шығар. Мысалы, қазіргі ғылымда белгілі бір бағытта бұрады дедім ғой. Қазіргі ғылымда қант диабет не үшін пайда болады деген соның себебін генетикалық деңгейде зерттеп жатыр. Сөйтіп, генетикалық деңгейде қорытынды шығаруға тырысады адамдар. Ол деген сөз десең, қантты диабет болған адамда сенің генетикаңда мутация болған, сондықтан сен генетикалық соған жақында, мәселен, инсулинді реттейтін, инсулинді өндіріп шығаратын геннің бұзылуы, немесе инсулиннің клеткалардың мембранасындағы байланыстыратын инсулинді рецепторлардың гендік кемістігі. Қой сен, осы сияқты көптеген нәрселерді зерттеуге бағытталады да. Бұл деген сөз, не деген сөз десең, демек, дәрі ішуден басқа амалың жоқ деген қорытындыны ғылыми жолмен шығарып, қате ме, қате емес. Ал бірақ оның екінші жағында дәрімен емес қантты диабетін қалай емдеу керек екен деген туралы. Меніңше ондай зерттеулер өте аз ба екен? Қант диабетіне шалдыққан дейік, бір кісі. Баласы туап пайда болуы мүмкін бе қант диабетімен? Анау екінші типпен ауырса. Ол енді болмайды деп айта алмаймын. Бірерін сара мысалдар бар шығар, бірақ ондай бала кезінен бастап ондай болмайды. Жоқ емес, бар, бірақ өте аз. Өте аз. Бірақ бір нәрсені байқау керек. Қантты диабетіне шалдыққан адамдарда, егер ата-анасы бірде қантты диабеті болған болса, ол ұрпақтарының қантты диабетіне шалдығу жиілігі артады. Ол рас. Осындай бір тенденция бар. Осымен қант диабеті бойынша тақырыбымыз аяқталды. Егер де қандай да сұрақтарыңыз болса, астына комментарий қалдырыңыздар, және подписаться, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Уатқан Сайфиолла ағамыздан консультация алуларыңыз келсе, Уатқан Сайфиолла ағамыз Алматы қаласында, Әуезов ауданында, Ақ Көгершін 18 көшесіндегі үйде тұрады. Видеоның астында картаның сілтемесі тұрады.